Ал қазақ елі мына Тоқаевтың кешегі қабылдап жатқан заңын естіген шығарсыздар. Ендігі мынау ниқаб жөнінде, ниқаб па әйтеуір қап бетке киетін, соған тыйым салмақшы. Оны жаңағы бағынбаған кісілерге жаңағыдай айыппұл тағайындалады. Бұл заңды Өзбекстан, Қырғызстан қабылдап тастады. Енді міне Тоқаев соны қолға алып жатыр. Қазір көріп шығыңыздар, содан кейін талқылайық. Соңғы жылдары ел ішінде қара киініп, тұмшаланып жүретін адамдар пайда болғаны баршаңызға мәлім. Олар бөтен емес, өз азаматтарымыз. Халқымыздың дүние танымында қара киініп жүру деген атымен болмаған. Бұл еліктешіліктен, әсіре діншілдіктен туған үрдіс. Біз салт дәстүрімізден ажырамауымыз керек. Сіздер не дейсіздер? Мен болсам бір жағынан қуанар едім. Қуанғанда жаңағыдай әйтеуір ерледі. Кешіріңіздер, осындай дыбыстар көп шығады бір жақта. Міне бұл жерде ерлегені сол, жаңағыдай тыйым салғаны, оның ешқандай да пайдасы жоқ, зияны болмаса, зияны оны жаңағы теракт жасағысы келетін кісілер, солар өз жаңағы жаман пиғылдарында пайдаланып кетуі мүмкін. Оны біздің басқа елдерден де көріп жүрсіздер, ол жаңалық емес. Ал екіншіден, бұны енді Тоқаев жаңағы халықтың қауіпсіздігін ойлап, халыққа жан ашып, осындайды қабылдап жатыр дейтін болсақ, бұл жерде біз қателесеміз. Бұл жерде бұл өздері қорқып отыр. Халықтың қауіпсіздігі үшін емес, бұл халықтан өздері қорққандықтан жасап отыр. Дұрыс, тыйым салынсын. Ал бірақ айтқым келгені, енді міне жаңағы белсенділерден қорыққаны соншама, халықтан қорыққаны соншама, енді міне соларға да жабысып жатыр. Бұны жаңағы Тоқаевты қолдамайтын бұл жерде жаңағы сақалы бар, мұрты жоқтар екен, наразылық білдіріп жатырған. Бұл жерде жаңағы ол кісілердің естеріне енді түсіп жатыр екен. Қазақстан демократиялық республика, бұл жерде бәрінің жаңағы бәрі тең, әркім өзі шешеді, не киеді, не ішеді, не қояды деп, заңдары бұзылып жатыр деп, кәдімгідей осылай жаңа өздеріңізде көрген шығарсыздар, желіде жүр. Ал енді бұл кісілердің түйсігіне жетпей тұрған нәрсе, журналистердің құқығы бұзылып жатыр, түрмеге қамап жатыр, өз жерде ләм-мим демейді. Белсенділеріміздің құқығы бұзылып жатыр, түрмеге қамалып жатыр, бұл жерде ол кісілер үн қатпайды. Енді мынау қапты шешіңдер дегеннен, беттеріңді көрсетіңдер дегеннен, бірден бұл жерде жаңағыдай құқықтары бұзылып қалыпты. Әрине, бұл жаңағы қайтадан халық өзі біріге алмай жүрген халықты осындай неше түрлі әдістерімен осылай бөліп жарып жатыр. Бірақ халық бірігеді. Халықтың күні оңынан туады. Соған сеніңіздер, соны біліңіздер. Әблязовтың айтқан ұяшықтарын аша беріңіздер. Әблязовтың жинап жатқан қорына сояққа қарай аудара беріңіздер. Ертеңгі күні оны жаңағыдай пайызымен қайтарып аласыздар. Өз батырларыңыз билікке келген кезде. Соны ұмытпаңыздар, астыртын жүріп жатқан жұмыстардан хабардар болып, сол жұмыстарға ат салсыңыздар. Келе жатқан X күні батырлардың жанынан табылып, бейбіт те берекелі, әділ Қазақстанымызға бет бұрайық. Алға қазақ елі.